Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ, дәмді үй жағдайында күлше нан дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осындай ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, одан кейін ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырып, оған 2 шай қасық немесе 2,5 шай қасық аштығымызды қосамыз. Одан кейін бізге керегі 1 чайный ложка қант және де 1 ас қасық тұз қажет болады. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен қантымыз кішкене ерігенше. Міндетті түрде жылы болу керек біздің сүтіміз де суымыз да. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды шетінен қосатын боламыз. Маған 1000 грамм немесе 1200 граммдай ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің ұндарыңызға қарай дайындайсыздар. Тура видеода көрсетілгендей етіп, қолға жабыспайтындай қамыр болғанға дейін жақсылап илейміз. Мінекей, қолға жабыспайтындай біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Және де қыздар, менің каналыма кіріп, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан да сіздерді каналымда күтетін боламын. Мінекей біздің қамырымыз, нанымыз ашыды. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Көлемін өздеріңіз әртүрлі етіп дайындасаңыздар болады. Егер де қонаққа дайындайтын болсаңыздар, 150 граммнан бөліп пісіретін болсаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Дастарханда мен 250 граммнан алдым. Өздеріңіз қалаған бөлікке бөліп дайындасаңыздар болады. Мінекей осылай барлығын бірдей етіп, бетін жауып, жақсылап 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Содан кейін табамызға пергамент қағазымызды төсеп, осының үстіне орналастыратын боламыз. Мен 3/3-ден 2-ге бөліп дайындадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша дайындаңыздар. Ортасын осылай жақсылап баса беріңіздер, себебі біздің нанымыз жақсы көтеріледі. Сондықтан да ортасын жақсылап басыңыздар. Менде осындай күлше нанның ортасын басатын құрал бар. Бұны ыдыс-аяқ сататын жерлерден алсаңыздар болады. Және де жай ғана қолмен бассаңыздар да болады. Шетін жұмыртқамен осылайынан жағып шықтым. Тек жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да болады. Мен бұл жерде 1 жұмыртқаны толық араластырдым. Және де осының бетіне мен кунжут себетін боламын. Кунжуттың қарасын да басқа түрлерінде қолдансаңыздар болады. Менде үйде қолымда осындай ақ түсті кунжут болғандықтан мен соны пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызша дайындасаңыздар болады. Енді осы дайын болған күлше нанымызды қызып тұрған пеште 180 градуста, 170 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шықты. Дәмін енді айтып жеткізе алмаймын. Мен күнде отбасыма осындай қолдан күлше нан дайындаймын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.